Ассаламу алейкум, братва. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Яндекс күнделіктерімізді бастаймыз. Яндекс күнделікті бастамай тұрып, мына жерде бір кішігірім кешке қарай студияға барғам. Соның видеосын бір қарап кетіңіздер. Ашадағы су қатып қапты. Бутылкадағы суға чыңғыр деп отыр. Соны бір қара жеріңіздер, одан кейін ары қарай жалғастырамыз дейді. Мына Денчо деген. Денчо Панса деген. Братым келіп тұр. Салам алейкум. Денчо бай. Светіңіз жақсаңызшы. Халқым сізді көрсін да, депші. Блядь, заебался уже! Мына жігіт видеоларда тек қана аудио видеомен сөйлеседі. Денчо! Сәлем! Деші. Сол. Кеттік, короче, достар. Студияға бар жатымыз. Студияда қазір дым қызық болмайды енді, максимально қызық қылып көреміз. Соны сіздерге түсіріп береміз. Егер де түсірмесем, бұл видео вообще ешкім көрмейді. Вообще удалить етіліп кетеді. Егер видеоны көріп тұрсаңдар, значит қызық бірдеңке болды, Данча. Таныстырсам өзімді деп айтсай. Таныстырсам өзімді. Данияр Қайратұлы мен болам. Ана жерде күлкі шеш кетіп отыр ғой дейді ғой комментарияда. Не істеп кетіп отыр дейді? Күлкі шеш жіберіп отыр дейді бір типа. Смех решает. Ана күлкісі деген. Айрат. Қырылып қойған. Неге келдік? Жұбанова 94А. Жоқ, дұрыс емес. Жұбанова 94А. Тугиста терсеңіздер өш жерде. Өлең жазу орталығы деп шығат десең. Түсіріп кеттің ба андай бір? Сен әңгімең түсіріп кеттің. Әңгімен жібересің ғой яғни. Лестницадан адамды тез қалай шығару керек? Лайфхак десең. Мылтық үйреттім, өзімді атты. Ассалаумалейкумдер. Квартирамен жадасып кеттім ба деп қалдым ғой? Ассалаумалейкум. Братан. Ассалаумалейкум. Амансыңдар ма? Аман. Нұржігіт Өмірхан деген. Әлияның авторы. Данча айқалап айт көрші. Жоқ, онда емес. Көке, онда емес. Данчо тема жасайын деп отыр мына жерден. Нұр ағам, серьезно, трек істеп жатыр. Дегенше қалдырып қойшы десең, Уже жет қойып айтып жүрдім. Демалуды ұмытып кетпесек. Bazıları da kaçalım. Давай.
ғой, міне осы ғой керек. Міне ғой, осы бөлме ғой, брат. Данчоның несін берші, куплетін берші, сөз жеріне андай нелер қосып тасыншы. Шик. Арман. Данчо ойлан кетсің. Шырататын андай. Ән етпей қойысылық үшеуміз, бітейін деп қалды, айналыңыз. Бәрден осылай бітейін. Жоқ, мен басына өмір қыл екен деп, қалыға деп, браво! Жоқ, сіздер айналу келген. Мен қуанып тұрмын. Хоть соңында болса да, мен айналғанға қуанып тұрмын. Сіз менің командасындасыз. Айналмай кала ма деп қорықтым, деш? Басқалар айналып кала ма деп қорықтым. Мен қуаныштымын. Әріптестерім айналмағандарына сендер өкінесіңдер әлі. Бұл жігіт жолдас болады әлі. Екеміз өсеміз. Кепканы шешеміз, екеміз өсеміз. Самый главный кепканы алып таста, деш? Самый главный кепканы шешу керек. Не волнуйся. Түріңді ретке келтіреміз. Уайымдама. Үстіңе ой-өрнек костюм болды да, мен уже фантазиямда представлять етіп. Жоқ, бұл жігітпен қалай жолығып қалдыңыз деген сұрақ болса ше? Бұл жігітпен мен айтам. Креслода айналып отқам десе. Голыстарында отырған ғой. Айналсам мұны? Жоқ, мен фантазия. Ұсаққа шабасын сен. Ұсаққа шабасын. Рахмет. Қолдарыңызға рахмет. Мен әріптестерім неге таңдамаған? Мен таңдалып тұрмын. Мынандай дауысты бірінші рет естіп тұрмын. Брат, кешіріңіз, креслоны жөндеп болдыңыз ба? Иә, Бәсе бағында мен не істеп отырсың деші. Саламай кеттім ба, брат. Қойымыз сыртта боламыз онда. Чай ішіп келмесеңдер болмайын деп тұр. Шақырып аламын. Шеңжең халық радиосы. Қылмыскер ұқсат. Қашаннан бері айналысасың мына жұмыспен? Камераға қара, көзің түрін көрсетеді. Ғалыммен еще да бір не істеген да? Ел, ночная Алмата, деш? Данчо банса. Бірден кетеш, брат, күлдіртетін. Лимит бітіп қалды. Деп андай еріксіз айырыла беретін болсаң. Достар, бұл дамас емес, бұл кублит. Скоро кублитпен қалай ақша табу керек үйретемін. Мен бір эвакуатор тапқым келіп жүр, водительмен келісіп ше, сонымен бір күн жүріп түсіргім келіп жүр. Или страховка жазып берсе өзім айдасам.
Таныстар жоқ қонда эвакуатор дейді. Жұмыс істейік. Бүгін сәрсенбі. Керемет күн. Керемет көркіне. Деп ұйқым қанбай қалған ба. Сол, давайте. О, достар. Тапсырыс келіп түсті. Так. Өткенде бір барып не алып кетіп едік қой, сол жақта ғой. Кеттік. Так. Мына жерге келдік. Сандап жүрек. Такси да? Да. Не вода? Отводы. Отводы, да? Ага. Ана жерде получатель номер тұр. Қазір жинап отыр. Ожиданиеде тұрмыз, достар. Қазір аттарды салып беру керек. Так, достарым. Барлық видеоларым так, достар деп бастайды екен. Сонымен, достар. Тапсырысты алып кеттік. 12 минут уақыт жүреткенбіз. Петровамен төмен түсіріп тұр. Let's go. Так, түсіретін жерге келдік, достар. Телефонның звондасам что-то алмай жатыр. Неге десең? В общем, ондай ханның қызында да болып тұрады. Короче, адрес қате. Қате адрес болғанда не істейсің? Сұраққа заказды өшірмейсің, ожидание қойып қоясың. Алысқа кетпейтін болсаң, егер алысқа кетіп қалатын жағдай болып жатса, сол жерден бітіресің да, үстіне 200-300 теңге қосып айта саласың бағасын. Заказды бердік. Ожиданиясымен 4600 теңге болды. Ары қарай кірмей қой дейді. Бәтбәқ дейді. Болды, бауырым деді. Бір ауыз сөзің, мөлдіреген көзің. Ақша жүзің алып ұрып, келдің бе, сәулебай деп. Так, достар, екінші тапсырыс. Тағы да сол Розбакиева, Ташкентский жақтан. Ой, барайық көрейік на заказ қандай екен. Так, келіп тұрмыз. Қазір звонда жүрек. Родной, что там деп? Заказ біз алайық та кетейік. Баш. Мына мастерлар ловында артып жатыр. Так, келдік, түстік. Yeah. Koy ver üstüne. Geldik. Пожалуйста, аларыңыз. Братва. Тапсырысты апарып бердік, түсірдік. Бакаттың ар жағында бір ауыл бар ғой. 19 деймі. Сол жаққа алып келдім. 5000 теңге болды. Так, достар. Бір жұмыстармен бір жерге бару керек болғандықтан
үй жаққа жақындадым. Қазір екінші машинамды күтіп отырмын, соған ауысып аламын. Сонымен жұмыстарға барып келу керек. Так что осымен видео осы жерден бітеді. Қысқа болды деп ренжіп қалмаңыздар. Бүгінгі табысымыз 8.000 теңге плюс 2.000 жаңағы. Біреуін түсіріп. Просто жолдан кезігіп қалып. Афарған бір заказ бар, оны түсіремін. 10.000 теңге, в общем. Жаман емес қой, әйбет қой, да? Дерзко ғой, брат. Все, давайте каналға лайк басамыз, комментарий жазамыз, ұнады ма, ұнамады ма, не өзгерту керек, не қосу керек, бәрін айтыңдар. Тигр жандар, достар, қолдары бостар. Все, сау, саламатта, байықта болайық. Так, сендермен қоштасып, мен қайта связға шықтым. Так, қазір Бурундай жаққа қарай бара жатырмын. Өйткені Данчо бар ғой жаңа басында, видеода басында жүргенше сол балаға ұсыныс тастап көргем ғой. Давай кубликпен индрайвермен шығайықта, соны видеоға түсірейік деп. Сол индрайвермен қалай болады екен, соны көрейік. Бүйтеміз, короче. Қайтеміз, айтшы. Біз Данчоға келдік. Суббота, воскресенье тамада. Обычный күні кешкісін. В общем, индрайвердің алдында кеш айттым ғой да. Индрайвермен ақша тауып жүретем деп. Иә, кешегі видеода айттым. Так. Енді бұрындайға құрық айтпау керек қой. Примерно бұлай қараймыз, 1 километрлік жерде, 1,5 километрлік жерде, 3,5 километрлік жерде. Не бар, не жоқ деші. Не бар, не жоқ, бір қарап шығамыз. В общем, пустой кетпеу керек деші тұрған жерден. Желательно ғой. В общем, бір неге заказға қармақты сатық дей. Енді ответ кетеміз, типа? 1350 теңге. Мен вообще индрайвермен көрмеппін ше қосып. Мен 1,5 дедім. Берген бағасы 1350, 1,5. Жауап берген жоқ. Қабылдамау. Жар айт дейсің. Қысқаша айтқанда, ПНХ. ПНХ. Любой кезде көмектесетін универсалды сөз. Сол, короче, Яндекспен тасковать етіп жүрміз. Ош, Яндекс нес? Индрайвер. Индрайв. Индрайвер. Данчо 2 заказ істеп үлгерді. Ол дегеніміз 2.000 теңге болды дедім бе? 1000 теңгеден. Кеттік. Так, машинамызға отырып алайық. И ыңғайлы жерге апарып тастайық машинаны. Так, достар, в общем, машинаны Данчоның үйіне әкеп тастап кеттім. Енді заказ күтіп отырмыз, монитор етеді. Данчо айтады, 12-ге дейін 10 мың, 15 мың жасаймын дейді. Да? 7-те шықсам жасайтын. 7-те шықсам, біз 9:30-да шықтың сен, жарты сағат болып жүргеніме дейді. Жарты сағатта 2.000 теңге. Чу там, әңгіме бар ма? Енді айт. Міне бір тапсырыс алдық. 2 минуттық жер екен. Подачасымен 7 минутта 500 теңге дейді. Сонда сен әрбір минутың 80 теңгеден болып тұр ғой сонда. Минуттан 80 теңге. Минутта 80 теңге табады. Ризасыңдар ма? Алысқа жүрмейсің. Тек қана Бурындайдың ішінде. По квадрату деші? Айтып отырмын ғой, ярый такси емеспін. Чисто как хобби, кешкісін шығам просто, ішіп сығасын деп. Тем үйде жатып, кино көріп, уақытты босқа убивать еткенше, үйдің ішіндегі ауаны қайдан етеді. Лучше былай шығып, бір таза 5 минут теңге түссе, таза 5 минут теңге түссе, нормально. Мынау кімнің болпасы деген сияқты. Мотиватор. Жоқ, ондай емес. Кеттік, давай қазір заказды көрсін. Варр етіп мұнияға кетіп атыр. Варр деді да? Пах деді да?
баллон жарылып, сосын бағанағыдай дөңгелек өрлейтін насос сұрап тұрады. Насос сұрап тұрады. В общем, индрайвердің ішінде қызық не заказдар бар екен. Индрайверда жүрсең вообще. Әңгімесі жіберіп тұрады екен. Жетеді. Достық осы жерден бітті жігіттер. Клиентке мені айырбастап жерді кезбей. Қазір қайтып кет анылы 5 адам екен. Көп болып тұр жеді. Ақшаға досын сатып кеткен ешек. Это индрайвер. Это индрайвер. Бұндай-бұндайлар болып тұрады деші. Жаңа жерден тағы бір тапсырысты алды да данчо. Бір орыстар тұратын жерге келдік. Дача дейм ба бұл жер? Водниктің дачасы. Водниктің дачасы дейді, короче. Итого уже жаңа 2000, 3000. 3500, да. Базар жоқ. Районда жүресін өсіп ше. По району жүріп, от силы бір жарты сағаттан көп ақ 40 минут жұмыс істедім ғой. Мына үйдің қорқыныштысына шеш. Өткенде үш жерге келдім ғой мен. Тағы бір тапсырыс. 600 теңге 15 минутта. Данчон кәм уақытпен жүреткен кәм километражбен есептейді. Молодец. Мына баланың қол жүрді кәдімгі. 1000 теңгеден ұрып жатыр районның ішінде. Он екі болды, сағат қанша таптық? 6,5. 6,5 деге? 9,5 не? В общем, 2 сағат деш. 2 сағатта 6000 теңге. Мен шеше дамаспен тез табамын оны. Ой! Көңіл күйіне түстейсің. Ух, шеше, еба! Не oldu? Soldu mu? Соғылайын деп қалды ғой. Бурындайын үшін ар айналдық, бер айналдық. Айналып, бурындай домалақ қылсып. Білем, районды білем. Жаман жолға келдім де кіргізіпсің. Осымен бітті. Данчоға рахмет дейміз. 7000 теңге таптық үшін. 7000 теңге таптық 2 сағатта. Видеоға лайк қосамыз, каналға жазыламыз, және де тістерін жуып жүріңдер де.